Әжінес атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында елімізге белгілі ағартушы зиялылар, жазушы һәм шайырлар, ілімпазлар, мәдениет һәм көркем өнер қайраткерлері, спорт тарауының педайлары қатынасуында рухи ағартушылық һәм тәлім-тәрбие бағдарында үлкен әхметке ие болған мәслихәтлесі ұшырасуы болып өтті. Жастар санасы һәм дүние қарасына түрлі ұнамсыз ілетлердің тәсірінің алдын алу, милли қадіретларымызды қастерлеп сақлау һәм мәнәуи тұрақтылықты тәмелеу мәселелерінің өзінде жәмлеген Іләш қазіргі репортажымызда орын алған. Мәнәуият басқа тараулардан алдында жүруі, жаңа күшке, жаңа әрекетке айлануы керек. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев. Мәнәуият миллеттің рухы, оның мазмұнын белгілейтұғын ахметлі күш саналады. Бүткіл дүнияда идеологиялық күреслер кескін дауам етіп атырған, рухи қауіп-қатерлер күшейіп баратырған әзіргі дәуірде жастар арасында милли қадіретларға ітібарсызлық, зиянлы жат идеялар тәсіріне берілу, жинаятшылық, экстремизм әрекетлеріне біліп-білмей қосылып қалу жағдайларының алдын алуда ағартушылық жұмыстарының тәсіршеңлігін арттыру, жәмиетте идеологиялық иммунитетті бекемлеу бағдарында және де белсенді болу талап етіледі. Ұшырасуда жастар рухилығын жетілдіруге қаратылған ұсыныстарды істеп шығу һәм түрлі жөнеліслерде өзара бірге істесуді жолға қою мәселелер ортаға тасланды. Жастар менен істесуде ілім білімдендіру, мәдениет, көркем өнер һәм спорттың орны, қабілетлі жастарды қолдап қуатлаудың ахметі атап өтілді. Зиялылар менен ашық пікірлесу рухында өткен ұшырасуда ватансүйушілік, жастарды милли һәм улума инсанилық қадіретларға hürmet рухында тәрбиелау, бұл бағдарда заманауи қатынасты енгізу мәселелері бойынша пікір ұсыныстар білдірілді. Бүгінгі күні жастарымызды халықты заманға лайық, өзінің ватанын, елін, халқын сүйетуін, азаматлары тәрбиелеу мәселесі үлкен мәселелердің біреуі болып тұрыпты. Сыртқы бізге ғарезлі көзбенен қарайтуын, елдер, мемлекетлер, саясатларға қарсы халықтың кеуілінде жастарымыздың жүрегінде иммунитет ояту басты мәселелердің біреуі. Бұл мәселеде Қарақалпақстанда, Өзбекстанда жүзі үлкен жұмыстар қылынып атырыпты. Мәнәуият марказы, үгіт насихат орайы Өзбекстанда һәм Қарақалпақстанда бар. Жастарымызды, халқымыздың мыңжылдық традициялары, әдебиеті, классик әдебиеті, мәдениеті, театр сахнасында қойылып отырған шығармалар арқылы тәрбиелауды мақсат етіп қойдық. Социалдық тармақлар, телеграм каналлар, блогерлер, сондай-ақ кино мақсулатлары, театр сахнасында қойылып отырған шығармалар, бұлардың әммесі де жастарды тәрбиелайды. Соның менен бірге олардың кеуілінде басқа да бір ғарезлі ниетлер оятуға ұрынатығынлары бар. Бұл мәселеде кеңес ағзалары ойласып кеңесіп, тазыдан қойылатығын пьесалар, драмалық шығармалар, мәселен, телевидениеде, радиода кетіп атырған көрсетулер мәселелері, сондай-ақ милли контент дөрету, социал тармақларда Қарақалпақстанды, халықлар достығын, біздің ата-бабаларымыздың ең жақсы салт, әдет, үрп дәстүрлерін, милли дәстүрлерімізді жастардың санасына сіңдіру бойынша контенттер дөрету мәселесі қаралып атырыпты. Бүгінгі күні президентлеріміздің социалдық тармаққа кірмейтұғынның өзі жоқ. Соның үшін біз бұл тарауда алдымызға қойған мақсатларымызға ерісу үшін көп тер төгуімізге, минет қылуымызға тура келеді. Іләжда білдірілген ұсыныстан басламаларды әмелиятқа енгізу, тараулар арасында өзара бірге істесуді бұндан бұлайда бекемлеу һәм тәлім-тәрбие процесін нәтижелі шөлкемлестіру мәселелері додаланды. Халықтың мәдениеті бірінші дәрежелі болып тұру керек. Сенің қандай етіп өзіңді тұтуың тек үйде емес, һәм жұмыста, сахнада емес. Сен көшеде, жәмиетлердің арасында жүргеніңе де халық баға береді. Соның үшін мен ойлаймын, әзірге жиналып отырған міне көп инсанлар һәр тараудан хақиқат бұлар минет еткен, үлкен дәрежеге жеткен инсанлар. Бәрін біріктіріп, пікірлесіп, келешектегі қандай біздер жұмыс алып барамыз халықтың арасында, соны додалап, біздер нұранилер әсіресі жәрдем беруіміз керек. Махалла рауыжлану керек. Халықтың мына сана сезімін жетістіру керек. Соған әр кімнің өзіне де байланыслы. Соған мен шақырамын. Іләж барысында мәнәуиятты қалыптастыруде кең жәмиетшіліктің елде бірге тығыз іслесуі, жастар арасында кітапқұмарлықты ен жайдыру, оларды интернет тармақларындағы зиялы қауіплерден қорғау, мәлімдеме технологияларынан өнімлі пайдалануға үйрету мәселелеріне де ітібар қаратылып, рухи ағартушылық жұмыстардың ахметіне тоқталып өтілді.